Енді қазір мынандай жағдайда тұрып отырған, енді терезе жоқ қой, терезе жоқ. Балаларға енді қиын жағдай болғаннан кейін біз өзіміз сіздерге арнап бір үйді жақсы ремонтын жасап дайындап едік. Үкімет, мемлекет тарапынан үй алғанға дейін сол қанша тұрғыларыңыз келеді, сонша тегін тұруға азаматтар болып көмегімізді бергіміз келеді. Соған бір кейін бірге шайық. Үй, құтты үй. Балаларға үш оқитын қызымызға арнап кішкентай сыйлығымыз бар. Жақсы подаркаларымыз бар, көкем. Бақытты бол жағым. Саған сумкаң, қажетті саған мектепке барғанда қолданатын құралдарың. Енді жып-жылы үй. Балалардың ең бастысы мектепке баратын 9-шы мектеп қасында. Сол себептен енді құтты болсын айтқымыз келеді сіздерге. Матрастар бар, бұны дұрыстаймыз. Балаларға қажетті столдарында ертең тағы да алып келеміз. Жаңадан сатып алып келеміз. Үйсіз жүрген отбасылар аз емес қой. Бәріне бірде үлгере алмаспыз. Бірақ енді барымызша ниетіміз сіздерге бір шынайы ниетімізбен. Рахмет, Алланың разы болсын. Осыдан жылдай 2 ай бұрын карантиннің уақытында біз осындай жерге душар болдық. Жаңағы цокольный помещение тұрдық, жолдасым сонда жұмыс жасайтын болып. Бірақ біз ешкімнің есігін қағып, ешкімнен ешқандай көмек сұрап, жаңағыдай барған ата-аналар емес, біз балдарымыз қай жерде, өзіміз қай жерде жүрсек, балдарымыз сол арада жүрді. Өмірдің ащысы мен тұщысы болады ғой, соның бәрін көріп келатыр иншалла. Балдарымыз да тәрбиелі, жақсы 9-шы мектепте сабақ оқиды. Аяқ асты осындай басымызға қуаныш сыйлап жатсыздар. Алла разы болсын деймін. Біз де күткен жоқпыз. Көп ризамыз. Анам да қасымда, ол да қуанып жатыр. Балдарымыз ең басты осы барлығы жүргеніміз осы балдарымыз үшін. Балдарым да қуанып жатыр. Иншалла үлкен ұлым әскерден келгенше өз баспаналы болуыма Алла қабыл етсін деймін.